Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сауытбек қызы. Бүгінгі видеода осындай шоколадный жент жасайтын боламыз. Өте дәмді, сондай керемет, мінекей ортасында шашылып кетпейді, керемет плотный болып шығатын болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен сары майымызды ерітіп аламыз. Енді шоколадымызды осылай өткіштен өткізіп қойдым. Сол шоколадымызды қосып, сары майымызға қосқан кезде еритін болады. Үстіп екеуін бірге қосып араластыратын боламыз. Осы массамыздың үстіне шекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Неке майдың көлеміне қарай жентімізді ақырын аз-аздан салып, осылай араластыратын боламыз. Яғни біздің жентіміз көп немесе аз болып қалмауы керек. Неке жақсылап араластырып алғаннан кейін екінші бөлігін салып, жақсылап араластырып бір керкі масса қыламыз. Мінекей жентіміз дайын болды. Енді кез келген форманы қолдана аласыздар. Менде осындай шарик жасайтын силиконовый форма. Осыған жақсылап бәрін нығыздап, үстінен баса отырып, салып шығатын боламыз. Және де холодильникке салып, қатырып алатын боламыз. Холодильниктен шығарғаннан кейін мінекей осылай силиконовый формадан өте оңай ажырайды. Барлығын осылай ажыратып алатын боламыз. Бізде силиконовый форманың асты жабысқақ болмағандықтан, біз оның астына ешқандай да май төсемейміз. Мінекей барлығын осылай босатып аламыз, және де осылай қонақтарымызға ұсына беретін боламыз. Және де үй жағдайында жасап қойсаңыздар, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер, жент өте дәмді болып шығады. Шоколад болғандықтан ортасында өте плотный болып, сондай керемет болып шығатын болады. Ешқандай да шашырап кетуі болмайды. Міндетті түрде осылай жасап көруге кеңес беремін. Және де достар, менің арнамда көптеген рецепттер бар, арнама өтіп көрсеңіздер болады. Және де менің арнама тіркеліп қоюды, және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.